Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалына елордадан арнайы ғимарат беріледі. Көптен бері түйіні тарқалмай келген проблема бүгін елбасының Ресейге жұмыс сапары барысында шешілді. Сонымен қатар кешелі бері Мәскеуден Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия интеграциясының сәулетшісі атты көшпелі көрме өтіп жатыр. Тұңғыш президент құнды мұралар қойылған көрмеге де барды. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия интеграциясының сәулетшісі атты көшпелі көрме. Шараның дәл осы университетте өтуі кездейсоқ емес. Осыдан тура 26 жыл бұрын тап осы ғимаратта елбасы Еуразиялық интеграция идеясын ұсынған. Қазір одаққа мүше елдердің бәрі бастаманың игілігін көріп отыр. Жылжымалы көрмеге қойылған жәдігерлер сол идеяның нақты жүзеге асқан тарихынан сыр шертеді. Представили основные направления евразийской идеи. Көрмеде бұрын соңды ешбір жерде көрсетілмеген құнды құжаттар мен жәдігерлер сақталған. Мәселен, мына хат еріксіз көзге түседі. Мұнда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы мен Борис Ельциннің бір-біріне жазған хаты түп нұсқа ретінде сақталған. Бүгінгі көрменің ерекшелігі де сол, мұнда қойылған құжаттардың тең жарымы көрермен назарына алғаш рет ұсынылып отыр. Көпшілік назарына 700-ге жуық экспозиция ұсынылған. Онда мұрағат материалдары, кітаптар мен фото бейнематериалдар бар. Өте құнды бұйымдардың бірі бұл елбасыны Ельцин президент Борис Николаевич Ельцин президент болған кездегі үлкен ордені өте жоғарғы деңгейдегі жасалған жұмыс үшін беріледі. Көрмеден соң елбасы осы университет ректоры Виктор Садовничиймен кездесіп, тараптар бірқатар түйткілдерді талқылады. Дефицит площади есть. Бізде орын тапшылығы бар. Сол себептен біз бұл мәселені шешуді қолға алдық. Жаңа ғимарат береміз. Жер учаскінің көлемі 2600 шаршы метр, ал жалпы аумағы 20.000 шаршы метр болады. Осының нәтижесінде нарыққа қажетті жаңа мамандар дайындауға мүмкіндік аламыз. Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында қазір 605 студент оқып жатыр. Бөлімше Евразия ұлттық университеті ғимаратының бір бөлігінде орналасқан. Бірақ бөлінген орын тым тар. Студенттерге жағдай тиісінше жасалмай келді. Дефицит болды үлкен. Сондықтан бұл мәселені шешеміз деп біз айтқанымызға біраз уақыт болды. Енді қазір шешетін уақыты келді. Мен қайталап айтқым келеді. Ең бастысы бұл біздің азаматтарымызға жасалып жатқан мәселе, өйткені онда оқитын тек қана Қазақстан азаматтары. Университеттің құрметті докторы профессор Нұрсұлтан Назарбаевқа бүгін оқу орнының ең жоғарғы наградасы табысталды. Высокую награду. Я вас поздравляю. Это признание студента из Московского университета. Елбасы университет қабырғасындағы музейге де соқты. Нұрсұлтан Назарбаев құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды. Асима Нұрбайқызы, Замир Убайдаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы.